Польшаны шулатқан іс. Бұл іс туралы Польша газет-журналдарда, ғаламтор желісінде жазылды. Бұл іс адамдардың неге сонша назарында болды? Сіздермен бірге куәгер каналға жазылып, ой-пікірлеріңізбен бөлісіңіз. 2010 жылы Ивона Вечерик 19 жасқа толған еді. Ол Польшада, яғни Гданьск қаласында анасымен және өгей әкесімен тұрды. Сол жылы Ивона мектеп бітірген кезде оқу орнына түсу алдында ол құрбысы екеуі уақыттарын түнгі кеште немесе түнгі клубта өткізуді шешті. Олар құрбысы екеуі көп жерде тойлап қыдыратын. Сондай кештің бірінде, яғни 16 шілде 2010 жылы, Ивона құрбысымен бірге түн жарымда түнгі клубқа барып тойлайды. Ивонаның құрбысы, яғни Одри өзінің 3 жолдасын сол жерге шақырды. Олар Эдриан, Павел, Марк. Павел Ивонаны бір көргеннен ұнатты. Бірақ Ивона онымен жақындасып сөйлескісі